Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен химия пәнінің оқытушысы Исасымбат Жаңабекқызы. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы күкірт қышқылын алудың контакт әдісі. Жалпы сабақтың мақсаты күкірт қышқылын алудың байланыс әдісін ашу. Енді жалпы сіздер күкірт қышқылымен таныс болыңыздар. Күкірт қышқылының молекулалық формуласы H2SO4. Ал құрылымдық формуласына келетін болсақ, 2 сутек атомынан, 4 оттек атомынан, 1 күкірт атомынан тұрады. Бұның орысша мағынасы серная кислота, ағылшынша sulfuric acid деп аталады. Жалпы күкірт қышқылы, таза күкірт қышқылы ол түссіз, май тәрізді сұйық зат болып келеді. Тығыздығы 1,84 грамм сантиметр куб болып келеді. Массалық үлесі 98%, 292-де 2 градуста қайнайды. Суда ерігенде 1 моль 36 килоджоуль жылу бөліп шығарады. Онда 4 градуста ол кристалданады. Жалпы күкірт қышқылы зауыты Қызылорда облысының инновациялық серпінді жобасы болып табылады. Осы өндіріс орны 2007 жылы құрылған, кәсіпорын 2011 жылдан бері пайдалануға берілген. Бұл тәулігіне 1500 тонна өнім өндіреді. Бүгінде мұнда 300 адам жұмыс жасайды, оның 150 жергілікті ауданның азаматтары, ал қалған жалпы құны 32,5 миллиард теңгені құрайды. Күкірт қышқылын өндіру әдістері. Жалпы бізде 10 ғасырда алғаш рет 940 литр күкірт қышқылын табиғи купорос станциясымен темір купорос қоспасын қыздыру арқылы қыздырған. Осы себептен өндірісте оны техникалық купорос майы деп аталады. 15 ғасырда күкірт қышқылын камерада күкіртпен селитра қоспасын өртеу арқылы өндіре бастаған. Осы әдісті камера немесе нетроза әдісі деп атаған. Қазіргі кезде бұл күкірт қышқылын екі әдіспен өндіреді: контакт әдісі және нетроза әдісі. Күкірт қышқылын күкіртпен контакт әдісімен өндіру. Контакт әдісімен өндіру үшін күкіртті оттекте жағамыз, сол кезде күкірттің 4 оксиді және де 296 килоджоуль бөлінеді. Осы күкіртті жағымен алынған күкіртті газдың құрамында 12-де 14% SO2 және оның құрамында ешқандай тозаң болмайды. Сондықтан тозаңнан газ тазартудың да қажеті болмайды. Және де катализатордың мышақпен қосылыстары да болмайды. Тазаланған күкіртті қарапайым форсунка типті пеште жағады. Кальциданды жағатын пеш өте күрделі. Ал сол жағардың алдында күкіртті 113 градуста бумен өртейді. Осы контакт әдісі бойынша қышқылын алудың әдістерін қарастырайық. Бірінші кезеңде мынау қайнау қабатында күйдіру гетерогенді процесс. Гетерогенді деген сөз әр түрлі агрегаттық күйге. Мысалға, мынау қатты, мынау газ, мынау қатты, мынау газ. Сондықтан да агрегаттық күйлер әртүрлі болғандықтан бұл арнайы пеште өндіріледі. Перитті. Бірінші перитті өндіру. Перит дегеніміз темір S2. Осы перитті өртеген кезде, өртеу деген сөз оттек қосылған кезде темір 2 оксидімен және де SO2 газы және де жылу бөлінеді. Осы мына пеште бізде мына жерде серый кальцийдан ауа шығып тұрады, мына жерде мына жақтан суды жіберетін түтіктермен көрсетіп қойған, қарасаңыздар. Және де бұның қайнау температурасы 800 градус, одан артық жылуды жойып жібереді. Ауада оттек концентрациясы өте көп артады. Ал екінші кезеңде күкірт қышқылын контакт әдісі бойынша өндірудің екінші сатысында күкірт 4 оксидін тотығуы. Күкірт 4 оксиді оттекте жанып, ол күкірт 6 оксидіне айналады. Бұл қайтымды реакция болып табылады. Тура реакцияның жүруіне қажетті оңтайлы жағдайлар таңдап аламыз. Бірінші, әрекеттесу заттарда түзілген өнімде газ болғандықтан бұлардың гомогенді деп аталады. Барлығы бастапқы заттарда және өнімде бұлар газды заттар. Сондықтан да бұл гомогенді процесс болып табылады. Ең әуелі реакцияның жылдамдығын арттыру үшін қысымды реттеу керек. Мына реакцияның жылдамдығын арттыру үшін қысымын реттеу керек. Реакцияның теңдеуіне қарайтын болсақ, сол жағындағы газдардың, мына газдардың молекула саны өнімге қарағанда өте көп. Сондықтан да оң жақтағы қарағанда көп екенін болғандықтан, осына жерде қысымды жоғарылатын болсақ, бұлардың тепе-теңдік күйге түседі. Және де бұл процесс 400-500 градуста жүріп отырады. Келесі, күкіртті жағу. Күкірттің жағып күкірт 4 оксидін және де күкірттің 6 оксидін алу теңдеуі. Енді үшінші кезеңде сіңіру мұнарасында жүреді. Бұл күкірт қышқылының тұман пайда болғандықтан бұл су пайдаланбайды. Тек қана
күкірт алты оксиді мен концентрлі күкірт қышқылын қосады. Осы концентрлі күкірт қышқылын екеуін әрекеттескен нәтижесінде бізде алеум деген жаңа зат түзіледі. Бұл H2SO4 пен осы SO3-тің қоспасынан түзілетін зат. Алеум дегеніміз концентрлі күкірт қышқылында ертілген күкірттің диоксидін айтамыз. Ең соңында түзілетін өнім. Келесі химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, бізде күкірт қышқылы мына H2SO4 сілтілермен жақсы ерімейтін негіздермен де жақсы реакцияға түседі. Сондықтан калий OH пен H2SO4 әрекеттескенде калий 2SO4 деген тұз және де су бөлінеді. Ал мынау ерімейтін негіз купрум OH, ол ерімейтін негіз болғандықтан онымен де реакцияға түседі, бірақ купрум SO4 және де су бөлінеді. Күкірт қышқылы және де негіздік оксидтермен де реакцияға түседі. Мысалға, H2SO4 ол негіздік оксид купрум О-мен әрекеттеске түскен кезде купрум SO4 және де су бөлінеді. Және де мырыш оксидімен әрекеттесіп, мырыш сульфаты және су. Кернеу қатарындағы сутектің сол жағында орналасқан металдармен де реакцияға түседі. Мырышпен әрекеттесіп, мырыш сульфатын және сутек газын бөліп жүреді. Күкірт қышқылының енді біз қайда қолданылуын қарастырайық. Қолдану бояу және дәрі-дәрмек өндіруде қолданылады. Мұнай өнімдерін тазартуда осы күкірт қышқылы қолданылады. Минералдық тыңайтқыштарды өндіруде қолданылады. Қопарылғыш заттар өндірісінде, органикалық қосылыстарды синтездеуде, парфюмерия өндірісте тұздар мен қышқылдар алу реакциясында, металлургия өнеркәсіптерінде күкірт қышқылын қолданады екенбіз. Атмосферадағы қышқыл-жаңбырдың пайда болуын қарап өтетін болсақ, осы күкірттің 4 оксиді сумен реакцияға түскен кезде бізде қышқыл жаңбырдың пайда болады. H2SO3 деген күкіртті қышқыл пайда болады. Бұл сонда жаңбыр жауған кезде, ол жаңағы судың бетіне қарай түсіп, ол қышқыл жаңбыр жауған кезде өсімдіктерге де неге де зиянын береді екен. Келесі енді сіздер өздеріңіз есептеп көріңіздер. Мысалға 17-де 1 грамм барий гидроксидін тетрапенталға неше грамм күкірт қышқылы жұмсалады. Сіздерге осыны өздеріңіз эксперимент түрінде есептеп күкірт қышқылының массасын және де қанша процент жұмсалатынын анықтаңыздар. Ал мынау айналымдардың химиялық реакция теңдеулерін жазамыз. Күкірттен күкірт 4 оксидін, одан 6 оксидін және одан күкірт қышқылын, одан калий сульфатын, барий сульфатын алу теңдеулерін жазыңыздар. Келесі қорытындыға келетін болсақ, күкірт қышқылының шаруашылық маңызы жағынан ең күшті қышқыл болып табылады. Ол өнеркәсіптің түрлі салаларында қажетті өнімдер алуға реагент ретінде аса маңызға ие болып табылады. Күкірт қышқылын табиғи шикізатта да қолданамыз. Қазір заманда әртүрлі өндіріс қалдықтарында алуға үлкен рөл атқарады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламатты болыңыздар.